Қазақстандағы Паралимпиада. Паралимпиада қозғалысының басталуы және Қазақстанның қосылуы. Алғашқы ресми Паралимпиада ойындары 1960 жылы Римде өтті. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін халықаралық Паралимпиада қозғалысына белсенді түрде қосылды. Қазақстан ұлттық Паралимпиада комитеті құрылып, халықаралық Паралимпиада комитетінің мүшесі болды. Қазақстандағы паралимпиадалық спорт түрлерінің дамуы. Жүзу, жеңіл атлетика, пауэрлифтинг, шаңғы жарысы және биатлон, голбол, волейбол, дзюдо, таэквондо, каноэ және байдаркада есу, велоспорт. Қазақстан спортшыларының паралимпиада ойындарындағы жетістіктері. Қазақстандық спортшылар алғаш рет жазғы паралимпиада ойындарына 1996 жылы Атлантада қатысты. Қысқы паралимпиада ойындарына Қазақстан алғаш рет 1994 жылы Лиллехаммерде қатысты. Токио 2020 паралимпиадасында Қазақстан 1 алтын, 3 күміс, 1 қола иеленді. Ал Париж 2024 паралимпиадасында 2 алтын, 3 күміс, 4 қолаға қол жеткізді.